Сәлем достар, бұл видеода судың адам ағзасына маңызы, соның ішінде суды қалай дұрыс пайдаланып, терімізді әрлендіру туралы айтылады. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Адам денесінің шамамен 3-тен 2 бөлігі судан тұратынын бәріміз білеміз, және де басының ми жасушаларының 85% су, тіпті адам сүйегінің де 25% судан тұрады. Адам қорексіз 5-7 апта өмір сүре алады, ал сусыз 1 аптадан артық тіршілік ете алмайды. Тәндегі су үнемі қозғалыста болып, жаңарып тұруы тиіс. Адамдардың көпшілігі қайнамаған таза суды сирек ішеді. Әдетте шай, кофе, шырындар мен басқа да сусындарды қалаймыз. Кофе мен шайдың құрамында болатын кофеиннің, сондай-ақ тәтті сусындарға қосылатын, шырындарға қосылатын қанттың біздің тәніміздегі суды сорып алатынын бәріміз біле бермейміз. Сол себепті мұндай сусындардың пайдасынан гөрі зияны басым. Олардың орнына бірнеше стакан қайнамаған таза су ішкен анағұрлым артық. Су шектелген мөлшерде ішілгенде, организм оны ең маңызды ағзаларға бағыттап, үнемдеп жұмсауға тырысады. Мұндай ағзаларға ми, жүрек, бауыр, өкпе, бүйрек жатады. Олар суға аса зәру ағзалар. Олардың жұмысының бұзылуы организм үшін аса қауіпті. Алайда судың осылайша бөлінуі салдарынан тері, асқазан, ішек жолы және буындар секілді көптеген басқа ағзалар мен тіндер зардап шегеді. Суды жеткілікті тұтыну организмді жақсарта түседі. Бұл сырттай қарағанда әжімдердің тегістелуінен, тері серпімділігінің жақсара түсуінен байқалады. Ең жақсы су таза бұлақ суы. Ол бәрінен пайдалы. Ол болмаған жағдайда құбыр суын тазартып ішкен жөн. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамға қажетті судың мөлшерін есептеп, 1 келі салмаққа 30 мл судан кететінін анықтады. Яғни 70 келі адамға тәулігіне 2 литр 100 мл су ішу қажет. Судың басқа да пайдалары өте көп. Салмақ тастауға көмектеседі. Тамақтанардан алдын жарты сағат немесе 15 минут алдын қайнамаған су ішкен дұрыс. Яғни тамақтанудан кейін 3 сағаттан кейін ішу ұсынылады. Қысымды реттейді, аллергияны бақылайды, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді, шаштың жылтыр болуын қамтамасыз етеді. Жеткілікті мөлшерде су ішкен жағдайда ағзадан тұздар мен токсиндер шығарылады. Ағзада токсиндердің көп болуы бет ажарымызды бүлдіреді. Қара дақтар немесе бөртпелер пайда болады. Терінің сұлулығын сақтап қалу үшін үнемі жеткілікті мөлшерде және таза су ішіңіз. Өйткені сусыз тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтып, әжімдердің пайда болуына әкеліп соғады. Таңертең аш қарынға 1 стакан жылы суға бал немесе 1 тілім лимон салып ішуді әдетке айналдырыңыз. Су ыстық немесе салқын болмау керек. Дене температурасымен бірдей қайнамаған болғаны жөн. Егер кәдеңізге жарап жатса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз достар. Сау сәлеметте болыңыздар.